Адам белгілі бір мөлшерде қарыз болуы мүмкін. Мысалы айтайық, балиғат жасына жеткен кезде, содан бері қарай, мысалы бүгінгі күнге дейін ораза ұстамаған болса, мойнында қарыз болып тұра береді. Десе де, сол қарыздарды ұстамаған адамның, яки өткен жылғыдан оразасы қалса, оны елдің ішіне Рамазанға дейін төлеп бітіре алмадым, яғни орын толтыра алмадым деп, биылғы оразаны ұстай аламын ба, ұстай алмайын ба деген талас жиі жүріп жатады. Сондықтан айтқан болар едік, ораза Рамазан айы келсе, оразаңызды ұстайсыз, және қабыл болсын, мойныңызда қарыз болып тұра береді. Тура сол сияқты осы оразаны ұстаған кезде және үзіліп қалатын жағдай болатын болса, онда кейінірек барлық күндерді толтырасыз. Мына Рамазан айы бұл толық бір айлық құлшылық. Бұл өзінің мәресіне жету үшін сол толық бір айы толық ұсталыну керек. Бір айлығымыз кейде 29 күн болады, кейде 30 күн болады, айдың туынуына сай. Оны Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы белгілеп береді. Сондықтан осы бір айлық кезінде үзіліп қалған болса, оны айттан кейін қалаған уақытта өтегеніңіз жақсы. Десе де бір жылдың ішінде өтелгені сауап, яғни дұрысырақ болады. Неге? Өйткені қарыздың үстіне қарыз жамаған жақсы емес.